Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 5 минутта ғана дайындалатын өте оңай әрі дәмді кекстердің рецептісімен бөлісемін. Толық рецептісі видеоның астында көрсетіледі. Алдымен бір ыдысқа ұн мен какаоны електен өткізіп саламыз. Кейін қант, ас содасы мен тұзды саламыз. Құрғақ қоспаларымызды жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста 2 жұмыртқаны жарып шайқаймыз. Үстіне сүт пен ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Екі қоспаны біріктіріп, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Қамырдың консистенциясы тым сұйық не тым қою болып кетпеуі керек. Дайын қамырды формаларға құйып, 180 градуста қыздырылған пеште 20-25 минут пісіреміз. Осымен кекстеріміз дайын болды. Өте оңай дәмді кекстерді сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.